Бай болғыңыз келсе. Біз кейде мұқтаж адамдар қарыз сұрап келсе, бере ала ма, бере алмай ма деп қараймыз. Қазіргі тілмен айтсақ, бұл бизнес. Туыстарымыз көмек сұраса, өзінің аяқ-қолы бар, мен сияқты да ол да жұмыс істеп тапсын деп көкірегімізді кереміз. Бірақ кейде бүкіл әулетіңіздің несібесін сізге беруі мүмкін. Ал біз келіп міндетсейміз. Маңдай терімен тапқан ақшам дейміз. Алланың арқасында екен оп-оңай ұмыта саламыз. Жұмысты бастаған кезде Алла тағала мені қолдаса екен дейміз. Алла сұрағаныңызды бергенде сізден көмек сұраған адамға неге сіз жәрдемдесе алмайсыз? Мұқтаж адамнан аяп қалған ақшамызды осы қайтара алады ау деген адам келіп сұраса бере қоямыз. Осы әділеттілікке жата ма? Қалай ойлайсыз? Егер мүмкіндігіңіз жетіп тұрса, қарыз беруде сауаптысыз. Аллаға қарызы қасан түрінде қарыз беретін кім бар? Міне соған оның сыйын есе-есесімен береді делінген Хадид сүресінің 11 аятында. Пайғамбарымыз бір мұсылман кісі басқа бір мұсылманға 2 рет қарыз берсе, садақа берген сияқты сауап табады, немесе садақа берген адамға 10 сауап, ал қарыз берген адамға 18 сауап деген. Ендеше сол сауапты ісімізді неге мұқтаж жандарға, әсіресе жақындарымызға жасамасқа? Ал садақада қайыр барын білеміз. Туысқандарымызға қарыз бермейміз, сосын оны Алла алып қояды. 2 күннің бірінде алданып қалдық деп әлеуметтік желіде көмек сұрап жазатындар секілді, ол ақша пирамидаға немесе басқаға салынып, жақыныңыздан аянып қалған қаражатыңыздың жоқ болып кетуі де мүмкін. Кейде біреуге берген қарызыңыз қайтпайды. Содан не үшін мен мынадай сынаққа тап болдым, мен неге бұлай шырылдап тұрмын, мен ұрламадым, адалынан таптым ғой дейсіз. Бірақ тереңірек ойлансаңыз, бұл сауалдың жауабын тек өзіңіз табасыз, білесіз. Менен бір құрбым қарыз алған, қомақты сома. 5 жыл қайтара алмады. Меккеге барғанда сол құрбым үшін дұға еттім. Достығымыздың арасында ақша түспесінші дедім. Сол сапардан елге оралғанда 5 жылдан бері қайтара алмай жүрген құрбымның күйеуі бір-ақ күнде қаражат тауып қарызын қайтарды. Кейде осы адамдар мені неге пайдаланып кетті деп ренжіп жатамыз. Ойланыңыз, сізді ренжіткен адамның сіз айнасысыз. Сонда кім кінәлі? Және бір айтатыным, егер сіз қандай да бір алдыңызға мақсат қойсаңыз, сол мақсатыңызға сай ақша келеді. Кейбір адамдар 10 000 долларым болса ғой деп армандайды. Ал енді сол ақшаны не істейсің деп сұрасаңыз, білмейді. Күмілжіп жауап бере алмайды, яғни мақсаты жоқ. Ал мақсат жоқ жерге тағы да қайталаймын, ақша келмейді. Жұмыс жасау үшін энергия керек. Мақсат тапқан кезде мотивацияны өзіңізден аласыз. Бірақ ақша да, дүние де келген кезде оны жүрекке кіргізбеңіздер. Өздеріңіз куәсіздер, мен айтыстан жақсы табыс таптым. Бүгінде онлайн сабақ өткізу арқылы көретін табысым да жақсы. Енді сұрақ, мен неге көп табыс табамын? Неге асығым алшысынан түседі? Өйткені мен өте көп беремін. Адамдарды қуантқанды жақсы көремін. Бұл әрекетім маған көп табыс әкеледі. Алла менің несібемді көбейтсе, оның қарапайым бір ғана құпиясы осы. Сіз де қайталап көріңіз. Әулеттеріңізді қуантыңыздар, балаларыңызды тең қуантыңыздар. Осы орайда есте ұстайтын нәрсе. Біз адамдарды қуантуды отбасымыздан бастауымыз керек. Алдымен балаларыңызды, күйеуіңізді разы қылыңыз. Классикалық психологияда еркекті аямаңдар дейді. Оларға көмектеспеңдер дейді. Сүйіңдер, сыйламаңдар дейді. Исламда олай емес. Еріңді құрметте дейді. Менің үмметімнің ең жақсы әйелдері күйеулеріне сәлемі түзу және қанағатшылдары деген Айша анамыз. Ислам үлкенді сыйла, көмектес дейді. Ал классикалық психология сен ешкімге міндеттемесің деп қайрайды. Сондықтан қандай ілім алсақ та өз иманымыздың өресінде өскеніміз дұрыс. Сонымен алдымен жақындарыңызға сыйлық жасаңыз. Артылып жатса басқаларға жәрдем беріңіз. Берген жерде береке бар. Байлық деген нәрсе бір күнде келе салмайды. Алдымен ойға келеді, сосын бойыңызға келеді. Психологияда қайыршылық психологиясы деген ұғым бар. Ақшаның келу үшін осы қайыршылық психологиясынан құтылу керек. Ол дегеніңіз үйдегі ескі құсқыдан құтылуыңыз керек. 40 жылғы заттардан арылмай жаңа дүние келмейді. Ұзақ жылғы жиһаздар да тұрып қалған энергия болады. Ол энергия жаңа ақша энергиясына орын босатпаса, байлық қайдан келсін? Кедейлік психологиясындағы адамдарды қазір бірден танимын. Олар ең бірінші әңгімесін свет төшір, кеше светке удай ақша төледік деп бастайды.
Ал шын мәнінде жарық, энергияны көп үнемдейтін адамдар ғана нақты қанша төлейтінін білмейді екен. Кез келген магазиннен шыққан кезде ақшаның түк құны жоқ екен дейтіндер де осы психологиядағы адамдар. Өйткені ақша кеткен сайын өзін кедейленіп бара жатырмын деп ойлайды. Өткенде ғана аяқ киім алған едік қой деп ақшаны есептеу беру де кедейліктен қорқудың нәтижесі. Ақшаны жұмсаған кезде вау деп қуанасыз ғой. Тура солай қуану керек. Мына көйлекті алайын ба алмайын ба деп базарда арзан шығар. Кедейлік зонасының басты себептерінің бірі осы. Алғысы кеп тұр, бірақ қолында ақшаны жұмсауға қиналады. Біліп қойыңыз, ақша қиналып шыққан кезде қиналып келеді. Ақшаның берекесі жоқ дейтініміз сол. Ақшаны алдың ба, рахаттанып беріңіз. Нақтырақ айтар болсам, ақшаны берген кезде жеңіл беріңіздер, рахаттанып беріңіздер. Әкім десек ой оңбаған жемқор, бүкіл ауылдың ақшасын жеп қойған деп күстаналап шығатынымыздай адамдарды байлығына, қызметіне бола жек көру, ғайбаттау, қабылдамау дұрыс емес. Олай десек, біздің түп санамыз байлықты жек көріп тұр деп ойлайды. Сыйлассақ болды, ақша үшін жүрген жоқпын дейміз. Тіпті мәселе ақшада емес қой деп шығамыз. Жоқ, әлбетте мәселе ақшада. Тек қайталап айтамын, ақшаны да дүниені жүрекке түсіріп алмасаңыз болғаны. Дүние жүрекке кірген кезде иман әлсіреп кетеді. Дүниені алақанда ғана ұстаңыздар. Рухани дүние толтыратын жерге дүниелік кіргізбеңіздер. Төмендегі әңгімені тәмсіл етейік. Пайғамбарымыз бір хадисінде, дүниеде 4 түрлі адамдар болады. Білімі де, байлығы да бар. Ол біліміне амал қылады, байлығынан садақа береді, туысқандарымен жақсы қарым-қатынаста болады. Бұл адамдардың ең жақсысы. Білімі бар, бірақ байлығы жоқ. Ол білімді болғандықтан, егер менің байлығым болғанда жақсы істерге жұмсайтын едім деп ниет қылады. Жақсы ниетімен бірінші адам жеткен дәрежеге жетеді. Байлығы бар, бірақ білімі жоқ. Білімсіздіктің кесірінен малын тура емес жолға жұмсайды. Туғандарына қайыр садақа қылмайды, зекет бермейді. Бұл ең төменгі дәрежедегі адам. Байлығы да, білімі де жоқ адам. Білімсіздіктің кесірінен менің байлығым болғанда анау адам сияқты жаман жолдарға жұмсайтын едім деп ниет қылады. Бұл адам жаман ниетімен төменгі дәрежедегі адамға ұқсап қалады. Осы адамдар тобының алғашқысынан болайық. Өмірде ең оңайы тағдырға өкпелеп, өкіметке ренжіп, диванда жата беру. Мақсат қояйын десе ақша жоқ, таныс жоқ, жұмыс жоқ. Мен өзім ақша табу үшін азаннан кешке дейін жұмыс істеу керек дегенмен келіспеймін. Азаннан кешке дейін қиналып құрылыста, белі қайысып шахтада, мал бағып далада жүргендердің барлығының миллионер болып кеткенін көрмедім. Біз қолымыздан келмейтін іске уайымдаймыз, уақыт кетіреміз, оны қалай да шешуге ұмтыламыз. Қолыңнан келмей ме? Демек бұл сенің проблемаң емес. Ендеше неге бос әуреге салынамыз? Мәселен, менің бала кезімде қасымда әкем болған жоқ. Сондықтан ер азаматпен тіл табысу дегенді білмедім. Бір түскен орға қайта-қайта түсе бердім. Егер ол кезде қазіргі психологиялық білімім болғанда, сол орды айналып өтер едім. Тіпті мүлде түспес едім. Жылауық едім. Есікті бекітіп алып жылайтынмын. Неге? Қазір ойласам, мені жылататындар көп болыпты. Тағы да сол бүгінгі білгенімді сол кезде білсем жылауық болмас едім. Жалпы, үйге келетін кіріс көбесін десеңіз, шаңырағыңыздың энергетикасын бұзбаңыз. Алла сабырлыларды жақсы көреді. Бір күнгі ұрыс 40 күнгі берекені алады. Мұндай әрекет арқылы өзімізге келе жатқан потокты жеп қойып жатырмыз. Поток ақша ағыны аузыңыздан шыққан кез келген тілегіңіздің жылдам орындалуына мүмкіндік беретін ұғым. Әрине, Алланың қалауымен. Әдетте адамдар дүниеден байлықтан күдер үзгені соншалықты үйіне шыққысы келмейді. Диваннан тұруға ерініп тұрамыз. Ой, танысым жоқ, қайда барамын, білім жоқ, сылтау көп. Ал ақша кімге келеді? Ақша сабырлыларға келеді. Тек қана сабырлы болу жеткіліксіз. Мәселен, денсаулықта бар адамда бірдей емес. Байлардың да денсаулығы сыр береді. Статистикаға қарасақ, байларға қарағанда кедейлері көп жұмыс істейді. Ақша еңбекке келмейді. Ауқатты адамдар жанкешті жұмыс жасамайды. Ал күні-түні жұмыс істейтіндердің ақшасы көп пе? Жоқ. Ақша білімге келе ме? Жоқ. Нашар оқыған кластастарыңызды еске түсіріңіз. Жақсы оқығандар мықты ма? Ең жақсы оқыған кластастарымыз миллионер болып жүр ме? Бәрі емес. Олар жақсы оқимын, бір жерде тесіп шығамын деп сенімді жүре берген. Ал ақша идеясы бар, алдында нақты мақсаты бар адамға келеді.
Мақсаты жоқ адамға 10 мың доллар берсе, тауысып қойып, қайтадан жоқ деп отырады. Ендеше, сол идеяны қайдан аламыз? Өз миымыздан аламыз. Ешқандай коуч, әулие, әмбие сіздің нені жақсы көретініңізді, қандай қабілетіңіздің барын білмейді. Сізге идея бермейді. Ас үйден шықпайтын қыздар бар. Ендеше сізге осы ісіңіз ұнайды, өздеріңізді дамытыңыздар. Даяр бешбармақ жасайтын қыздар бар. Кәдімгі нанды елеп жайып қатырып, арасына қағаз салып сатады. Дүкендерде сатылатын басқа дайын жаймалар сияқты қап-қатты емес, жұп-жұмсақ. Сондай-ақ лағманды да созып, қатырып қояды. Яғни олар өз сүйген ісін бизнеске айналдырып отыр. Киім тігуді жақсы көресіз бе? Ендеше рахаттана отырып, қиялыңызды дамытыңыз. Мен бүкіл ауылды халатпен қамтамасыз етіп отырмын деңіз. Дәрігерсіз бе? Медбикелерді жинап алыңыз, жұмыс істеңіздер. Сабақ жақсы берсеңіз, репетиторлыққа кірісіңіз. Мархабат. Идеясы бар адамға ақша келеді. Үйдің энергетикасын бұзбаңыздар. Жатын бөлмеде, ас үйде ұрыспаңыздар. Сіз сабырлы болған кезде сізден тарайтын жылулықты ешкім бере алмайды. Жылы жерден еркектер кетпейді. Бір құрбым бар, жолдасымен ұрысатын болса шық далаға дейді екен. Өйткені үйдің энергетикасын бұзғысы келмейді. Ұрсысу блок, яғни сізге ақша келе жата ма, жолы байланып қалады. Көп қазақтың табысы 60-70 мың теңге шамасында. Қамықпаңыз, егер басқаның көкесі миллионер болса, әкесі әкім болса, оның демеушісі құдасы болса, сіздің демеушіңіз Алла емес пе? Көтерілеміз. Идеяңыз жоқ па? Ендеше не істейміз деген сұрақты шығарған ми жауабын да біледі емес пе? Бұған дейінгі өміріңіз маңызды емес. Идея ойлап табыңыз. Бір жігіт болған, түкке құлқым жоқ дейді. Ойын ойнап отырады екен. Ол жігіттің келіншегі менде жұмыс істеген. Қазір компьютерлік клубы бар. Бір қыз бар, жоқшылықты көп көрген, отбасыдан өскен. Мектеп бітірген соң оқыған, қалаға келіп жоғарғы оқу орнын оқыған. Бірақ мамандығы бойынша жұмыс таба алмай бір халықаралық компанияға еден жуушы болып орналасады. Осы жерден еден жуып жүріп барлық жұмыс істеу жүйесінде біліп жүреді. Бір күні сол білген жүзеге асатындай қызметкерлердің орны босағанда басшылыққа өзін ұсыныпты. Бірақ ағылшын тілін білуін керек деп жұмысқа алмайды. Содан ол Англияға көшіп кеткен таныстарын тауып алады да оларға тегін жұмыс істейтін, тек тіл үйренгісі келетінін айтады. Осылайша сол таныстарының балаларын мектепке тасып жүріп, 6 айда ағылшын тілінде сайрап шығады. Еден жуып жүрген кездегі бастығы қазір сол қыздың қол астында жұмыс істейді. Ал ол компанияда бүгінде 500-ге жуық адам жұмыс істейді екен. Қайталаудан жалықпаймын. Байлық мақсат қоя білетін адамға келеді. Мақсат болса, ақша өзі келеді. Сеніңіздерші маған, тек асықпаңыз, ашуланбаңыз, ұрыспаңыз, ғайбат айтпаңыз, жақсы сөйлеңіз, жақсы ойлаңыз, болды. Сонда бақыт та, байлық та сіздің босағаңызда байланады. Өткенде кітап сатып алған оқырмандар арасына ойнатылған 30-та қажылықты ұтып алған қыз дәптерге анамды қажылыққа апарамын деген мақсатын жазған екен. Кітап алғандардың 80-90%-ы мұқтаж адамға бұйырса екен деп шын жүректен тілеулес болды. Мен өзім көп балалы, иманды отбасы ұтса екен деп дұға қылып жүрдім. Таныстарым ұтып алмаса екен деп қатты қорқып та жүрдім. Ал пентхаус ұтып алған Бибінұр Тапаева 5 балалы намаздағы ана екен. Алладан сұрады, Алла тілегіне жеткізді.